Енді қазіргі осы соғыс өртінің тұтануына басты себепкер болған соғысты ашқан дейікші енді. Америка құрама штатының ұстанымы бойынша Иран ядролық қаруды иемденуге болмайды. Оны мен түсінем. Себебі енді Иран негізінде өзі әлемдік терроризмдің спонсоры ғой. Хезболлах бар, Хамас бар. Ертеңгі күні сол ядролық қару солардың қолында кетсе не болады деген тұрды алаңдаушылықты түсіну керек деп ойлаймын. Соған байланысты мынау Американың Иранның алдына қойған талабы ядролық атом қаруын дамыту жаңағы бойынша талап қойып қысқарту жөнінде. Осыдан туды ең негізгі кикілжің. Ал Иран айтқан бетінен қайтпады. Бұлай қарағанда енді үлкен масштаб тұрғыда егер қарайтын болсақ, әрине Американың қойып отырған талабы өте дұрыс. Себебі Иранның бірінші жауы Израиль. Егерде ядролық қаруды толық игеретін болса, Иран бірінші кезекте Израильға қауіп төнеді. Және Иранның ата жауы Америка құрама штаты. Осы ретпен келгенде әрине талапты бұлай заңсыз деп айтуға келмейді, әрине. Бірақ енді оны соғыс жолымен емес, басқа да жолмен реттеудің мүмкіндіктері болып еді, бірақ ол мүмкіндіктерге Иран мойынсұнбады. Соның салдарынан қазір бүкіл әлемде жаңағы егерде бұл қақтығысқа енді Еуроодақ деп қосылатын болса, егерде онда бұл үшінші дүниежүзілік соғыстың қатерін болжап білу қиын емес деп ойлаймын. Бұл жаңағы осы кикілжің дейміз бе, қақтығыс дейміз, конфликт дейміз бе, енді соғыс қой негізінде. Бұл осы соғыс конфликтіне мұны Парсы шығанағы төңірегіндегі елдер, таяу шығыс араб елдерінің араласуы бұл үлкен бір күрделі шиеленістерге апаратын көзіміз көріп отыр. Сондықтан бұл аймақтық қақтығыстан шеңбері шығып бара жатқан сияқты деп ойлаймын. Сондықтан бұл енді Американың өзі жоспары бойынша бір айлық қане төңіректе бұны шешеміз дегенде жоспары бар. 4-5 апта. Егер бір айдың ішінде шында да бұл мәселені бір не бүкіне шығып қалатын болса, онда бұл енді ары қарай өршіп кетпейді деп ойлаймыз. Бірақ дегенмен қазіргі беталысы өте аймаққа ғана емес, бүкіл әлемге қауіп төндіріп отырған жағдай бар. Енді негізі өзі әлемдік бір саясатта мұсылман елдерінің басын біріктірмеу жөнінде өзі бір көзге көрінбейтін, қолмен ұстап бажайлауға болмайтын осындай бір саясат бар ғой. Оның бәрі түбінде айналып келгенде жаңа мынау дінге кеп тіреледі ғой, исламға кеп тіреледі. Қазір әлемдегі өзі негізінде мынау террорлық қатерлердің көбі ислам терроризмнен туындап жатқан жағдайлар бар. Осы тұрғыдан келгенде араб елдерінің бұл жаңағы елдерінде тұрған соғыс базалары, ол енді Американың базалары ғой. Ол яғни Америкаға көмек ретінде бағаланады. Сондықтан Иранның тарапынан бұл нағыз соғыстың жаңағы объектілері деп есептеледі. Мишень дейді ғой. Сондықтан олардың көзқарасы бойынша, Иранның көзқарасы бойынша оны заңсыз деп айта алмайсың. Ал енді өз еліне жаңа ракетаға бомба түсіріп жатқаннан кейін ол елдерде әрине Иранға қарсы шығады. Соның салдарынан бұл конфликт үлкен бір өріс алып кету қатері бар.